Сәлем достар, мен Мардама, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет жұмсақ бисквитіне рулет дайындайтын боламыз. Ортасындағы киви өте жұмсақ, ерекше дәм береді. Мен бірге жасап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды миксерімізге салып, үстіне қантымыз салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқамыз ағарғанша миксерлейтін боламыз. Мына біздің массамыз егесе ұлғайып жақсы болып ағарды. Ендігі үстіне осындай бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізді құямыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Ендігі біз үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды үстіне қопсытқымыз салып, екі бөліп салып аламыз. Және де венчикпен араластырып алатын боламыз. Мында мен кукурузды крахмалды салуға ұмытып кетіппін. Үстіне қосып, араластырып, осылай жақсылап массамызды біріктіріп алатын боламыз. Мына біздің массамыз дайын болды. Ендігі формамыздың үстіне пергаментный бумағымызды жайып, барлығын толық салып, осылай жайып шығатын боламыз. Енді осы бисквитімізді 150 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мына бисквитіміз толық пісіп шықты. Енді осы ысылай тұрған кезде осылай пергаментный бумағымызбен орап тастайтын боламыз. Біздің бисквитіміз толық суығанша. Ендігі біз крем дайындаймыз. Мында менде салқын творожный сыр және клейгей 33% және қантымыз салып, жақсылап креміміз өз ұстағанша миксерлеп алатын боламыз. Мына біздің өте керемет креміміз дайын болды. Ендігі мына суытып болған осылай бисквитімізді ашып, ортасына біз манағы кремімізді толық салып, жағып шығатын боламыз. Шамалы бетіне айырылуге алып қалдым. Мұның қалған жартысын осылай толық жағып шығамыз. Ендігі мен мұнда өзіме ұнағандықтан осылай кивиді турап салып шықтым. Сіз қалауыңызша салсаңыздар да, басқаша салам десеңіздер де, джем болса да салып болады, өзіңізге ұнайтын. Осылай толық салып шықтық. Ендігі рулетімізді ораймыз жақсылап, қысыңқырап. Енді осы рулетімізді холодильникке салып қоямыз 1 сағатқа. Мына міне 1 сағат тұрды. Ендігі осы екі шеттерін алып тастаймыз. Мен мана алып қалған кремімді осылай әдемілеп, үстінен осылай әрлеп шықтым. Мына осылай әрледік. Ендігі үстіне мен какаомен сеуіп шықтым. Мына өте керемет рулетіміз дайын болды. Өте жылдам. Шайға дайындаймын десеңіздер, тез қонақ келгенде дайындалатын, тез дайындалатын рулеттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де осы видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Және де арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима, баршаңызға да рахмет.